Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан сочник рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге жұмсақ бөлме температурасындағы тұрған майымыздың үстіне қантымызды және де жұмыртқамызды салып, майымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз да, оның үстіне 2 қасық қаймағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхлителімізді салып, қолымыздың көмегімен біркелкі болғанша жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Қамырымызды тұндыруға жібереміз. Ендігі кезекте арасына салатын салмасына кірісетін боламыз. Творогымыздың үстіне жұмыртқамызды және өз қалауларыңызша қантымызды салып, және де кукурузный крахмалымызды салып, шанышқымыздың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бұл ретте блендер қолданбаймыз, себебі творогымыздың суы шығып кетеді. Енді июі қанған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз да, осылай қолымыздың көмегімен домалақтап алып, ұн себе отырып, домалақтап жайып аламыз. Жайып алған қамырымыздың үстінен кез келген кесемізбен осылай бастырып, домалақ тәріздес пішін жасап аламыз. Домалақтап алған пішініміздің ішіне салмамызды салып, бір-біріне біріктіріп, пісіруге арналған формамызға салып, бетіне жұмыртқамызды жағып, алдын ала қызып тұрған пеште жақсылап пісіріп аламыз. Достар, егер менің каналым ұнаса, комментарий қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.